Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз үшбұрыштар бөлім бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп, суретті пайдаланып төмендегілерді жазып көрсетіңіз. Үшбұрыштың медианасы. Медиана дегеніміз не? Үшбұрыштың төбесінен осы төбеге қарсы жатқан қабырғаға түсірілетін кесінді және осы қарсы жатқан қабырғаны қақ екіге бөледі. Мына жерден мінекей суреттен көруге болады. Бұл тең деген белгі. Демек, В төбесінен түсірілген кесінді осы үшбұрыштың медианасы болып табылады. Яғни В1. В1 бізде медиана, асы қабырғасын қақ екіге бөліп тұр. Биссектриса. Биссектриса дегеніміз бұрышты қақ екіге бөледі. Мінекей көріп тұрмыз. Бұрышты қақ екіге бөлетін кесінді А1 кесіндісі. Биіктігі үшбұрыштың кез келген төбесінен оның қарсы жатқан қабырғасына түсірілетін перпендикуляр, ол биіктікті, яғни 90 градус бұрыш жасайды. С1. Келесі екінші есеп, суреттегі берілгендерді және бұрыш СДВ 55 градус екенін пайдаланып, АФД бұрышының градустық шамасын табыңыз. Қай жер 55 градус? СДВ, яғни мына жер бізде 55 градус. Мына жер 55 градус болса, мынау бізде 90 градус екені белгілі. Бізге керек АФ-ті, мына жердегі бұрыштың өлшемі керек. Так, мына екеуінің тең екенін көрсетіп қойған, және мынау тең, мынау тең, мынау тең. Так, мына жер 90 болса, онда бұрыш сыны тауып аламыз. Бұрыш С тең болады. 180 градустан азайтамын. 90 градус қосу 55 градус. 180 градус азайтамын, 145 градус, олай болса 35 градусты. Мынау 35 градус. Енді қараңыздар, тең бүйірлі үшбұрыш. Тең бүйірлі үшбұрыштың табанында жатқан бұрыштары тең. Егер мына жер 35 болса, онда мына жерде бізде 35 градус болады. Так, бұл 35 болса, так, мына жер неше болады? Мынау 90, мынау 35, олай болса, мына жерде 55 градус болады. Мынау 55 градус, мынау 55 градус, 55-ке 55 қоссақ, неше болады? 55 градус қосу 55 градус тең болады 110 градус. 180-нен 116 тастасам, мына жер 70 градус. Мына жер 70 болса, олай болса, мына жерде 70 деген сөз. Себебі үшбұрыш FA-ды, жазбайын, үшбұрыш AF-ды дейік, FA-ды деп жазайын. FA-ды тең бүйірлі. Тең бүйірлі үшбұрыштардың табанында жатқан бұрыштары тең болады. Олай болса, бұрыш AF-ды 70 градус. Үшінші есеп, сурет беріліп тұр бізге. А-ды мен А-е тең дейді. Бұрыш С-ады мен В-а-ені тең екенін пайдаланып, В-ды мен С-е тең екенін дәлелдеуіміз керек. Берілгені А-ды тең А-еға, бұрыш С-ады тең бұрыш В-а-еге дәлелдеу керек В-дының С-еге тең екендігін. В-дының, мына В-дының С-еге тең екенін дәлелдеп шығуымыз керек. А-ды мен А-енің тең екені беріліп тұрды. Олай болса, мына табанында жатқан бұрыштары тең болады. Так, дәлелдеуі. Үшбұрыш А-ды-е тең бүйірлі, бұрыш Д тең бұрыш Еге. Так, сосын мына жердегі бұрыштары тең. Так, С-ады, қызылмен тағы бастырып өтейін, С-ады мен В-а-е. В-а-е тең дейді. Мына жер тең болып тұр. Так, мына бұрышы тең, мына бұрышы тең. Так, мына жерге мен жалғастырамын. Үшбұрыш А-ды-сыны қарастыратын болсам, және үшбұрыш А-В-ені қарастыратын болсақ, екеуінде де А-ды қабырғасы мен А-е қабырғасы тең болып тұр. Бұрыш мына жердегі де С-ады мен бұрыш В-а-е тең болып тұр. Бұрыш Д мен бұрыш Е тең болып тұр.
Қараңыздар, екі бұрышы және олардың арасындағы қабырғалары тең болса, онда үшбұрыш АДС мен үшбұрыш АВЕ тең деген сөз. Яғни үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша. Олай болса, мінекей, высы екеуіне ортақ болып тұр ғой. Бұл екі үшбұрыш тең болатын болса, олай болса, мына дысы мен ВЕ қабырғалары тең. Ал мына жердегі дысы мен мына ВЕ тең. Мына высы екеуіне де ортақ. Олай болса, осыдан шығатыны, высы ортақ, осыдан шығатыны ДВ мен СЕ-нің тең екендігі. Мұқият қайтадан қарап шығуларыңызға болады. Үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісін қолдандық. Тең беріліс үшбұрыштың қасиетін қолдандық.